Сіздерге біреулерден мүлде алуға болмайтын екі зат туралы айтатын боламын. Себебі сіз біреуден алған бұл екі зат сізге сол зат иесінің сәтсіздіктері, проблемалары, ауру сырқаулары өтуі мүмкін. Бірінші айтайын дегенім киімдер туралы. Адам денесіне тиіп, қабысып тұратын кез келген біреудің киімін киюге болмайды. Бұл айтқаныма сенбеуіңіз де мүмкін. Бірақ өмірде біреудің киімін киген соң, сол киім иесінің проблемалары оның өмірінен де көрініс таба бастайды. Себебі киім адамның екінші терісі секілді. Адамның энергиясын киім өзіне сіңіреді. Тіпті киімді жуғаннан соң да ол энергия кете қоймайды. Киім дүкеніне барғанда бір киімді бірнеше адам киіп көреді, бірақ ол кезде бірнеше минут қана киім киіледі. Бұндай аз уақытта адам энергиясы киімге өте қоймасы анық. Бұл қорқыныш тудырмайды, бірақ ұзақ уақыт киілген киімді басқа адам кигенде бұрынғы киім иесінің проблемалары, ауру сырқауы сол киім арқылы келесі адамға өте алады. Кейде келген киімді алуға мәжбүр болатын кездер болады. Ондай кезде киімді кимес бұрын тұзды суға жуу керек. Келесі жуған кездерде де 5 ретке дейін тұзды сумен жуған дұрыс. Сол кезде бұрынғы киім иесінің энергиясы жоғала бастайды. Екінші зат алтын, қымбат бұйымдар. Тек мұраға қалдырылған немесе жаңа алтын болмаса, басқа алтын бұйымдарды алуда абай болғаныңыз дұрыс. Қолданылған, я болмаса ломбардтан алынған бағалы әшекей бұйымдары сіздің өміріңізге сәтсіздік әкелуі мүмкін. Сол үшін біреудің киімі мен алтыннан жасалған әшекей бұйымдарды аларда сақ болыңыз.